Қасым-Жомарт Көкемнің соңғы жасап жатқан қадамдары үміт ұялатады. Мектептерді, білім ошақтарын тексеремін деу бұл жай тексеріс емес, болашаққа жасалынып жатқан дұрыс қадам деп білемін. Тоқаевтың қатаң сынынан кейін мектептегі жемқорлық жіті тексеріліп жатыр. Нәтижесінде 100-ден аса жекеменшік мектептің директорының 895 үйді заңсыз сатып алғаны анықталды. Бұдан бөлек, олардың 192 көлік алғаны да мәлім болды. Ол аз десеңіз, тар коттеджді мектепке айналдырып, ішіне 3 есе көп оқушыны сыйғызған. Ең сорақсы, күрделі жөндеуге бөлінген ақшаны да қолдық отты. Қазір саладағы олқылықтарды жою үшін арнайы цифрлық платформасы іске қосылды. Сол бөлінетін ақшалардан бөлек көп мектептерде басшылар өзінің қол астындағы жай мұғалімдерге не болса соған ақша жинатады. Әсіресе тексеріс келетін кезде басшылар өзінің былықтарын жабу үшін және сол комиссиялардың аузын жабу үшін жай қызметкерлерінен қомақты ақша жинатады. Айлықтары шайлықтарына жетпей отырған мұғалімдер сол ақшаны балаларының ас ауқатына емес, сол мекеменің былығын жабу үшін қалталарынан қағылады. Бұл әділет емес, бұл болашаққа жасалынып жатқан қылмыс. Әсіресе Алматы қаласының білім басқармасын қатаң тексеру керек. Балалардың құқығын қорғауы тиіс мекеме жеке сот орындаушының заңсыздықтарын жауып, өз пайдасына жұмыс жасап жатыр. Білім ордасы бұл сауда ордасы емес. Сол ордада бұзылған жүйе бұл бұзылған қоғамның бастауы.